Сіз жиі сөздерді, адамның есімін немесе түрін ұмытып еске түсіре алмай жатасыз ба? Әдетте мұндай есте сақтау қабілетінің төмендеуін қартаюдың белгісі деп қателесіп жатады. Бірақ ол қартаюдың емес, деменцияның белгісі болуы мүмкін. Бүгінгі бейнеде деменцияның алдын алуға бола ма және оның алғашқы белгілері қандай деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Дүние жүзіндегі миллиондаған адамдар деменциямен ауырады. Деменция есте сақтау, сөйлеу, ойлау және мінез-құлық сияқты когнитивті функциялардың төмендеуі. Ол мидағы жүйке жасушаларының зақымдануынан немесе жойылуынан туындайды. Яғни деменция дегеніміз танымдық қабілеттің айтарлықтай төмендеуін білдіріп, адамның күнделікті тапсырмаларды орындауына кедергі келтіреді. Қарапайым тілмен айтқанда, ерте алжу деп те айтуға болады. Ол көбіне егде жастағы адамдарда жиі кездеседі. Дегенмен деменция қартаю деген сөз емес. Себебі егде жастағы адамдарда есте сақтау қабілетінің төмендеуі немесе шатасуы әрқашан қалыпты жағдай деп саналады. Деменцияның 4 түрі бар. Ең көп тарағаны Альцгеймер ауруы. Деменцияның алғашқы белгілеріне көшейік. Олардың бірі әңгіме барысында дұрыс сөздерді таңдаудағы қиындықтар. Тақырыпқа мүлдем сәйкес келмейтін орынсыз сөздерді пайдалану. Үнемі ұқсас сөздерді шатастыру, әсіресе таныс заттардың аттарын шатастыру, тіпті белгілі бір терминдерді еске түсіруге тырысып, ұзақ уақыт үзіліс жасау. Мұның барлығы когнитивті қабілеттердің ерте төмендеуін көрсетеді. Бастапқыда бұл белгілерді деменция емес, қартаюдың белгісі немесе сасқалақтап қалу деп ойлауыңыз мүмкін. Дегенмен ол жиірек болған сайын күнделікті қарым-қатынасқа кедергі келтіре бастайды. Адамның өз ойларын анық білдіру және басқалармен байланыс орнату қабілетіне әсер етіп, нәтижесінде әлеуметтік оқшаулануға әкелуі мүмкін. Деменцияның келесі белгісі көру, есту, дәмін тату және иіс сезу сияқты сезім мүшелеріндегі өзгерістер. Мысалы, деменциямен ауыратын адамдар өзіне таныс тұлғаларды танымай жатады. Сондай-ақ оларға қашықтықты, тереңдікті анықтау қиынға соғады. Бұл күнделікті өмірде апаттарға немесе заттарды іздеу кезінде қателесіп өзін жарақаттап алуға әкеледі. Деменцияға ұшыраған адамдарда есту қабілеті де өзгеше келеді. Яғни, ондай адамдар көп жолы ортада кімнің не айтып жатқанын қадағалай алмай, сасқалақтап қалады, дұрыс естімейді. Бұл қиындық адамды әлеуметтік қарым-қатынастан одан әрі оқшайлай отырып, түсінбеушілікке әкеп соғады. Сонымен қатар, бір кездері ұнатқан тағамдарға деген қызығушылықтың жоғалуы да деменцияның белгісі саналады. Ұнайтын иіс пен тағамның кенеттен ұнамай қалуы адамның тәбеті мен тамақтануына теріс әсер етеді. Сезім мүшелеріндегі мұндай өзгерістер шамалы болып көрінгенімен өмір сапасына айтарлықтай әсер етеді. Деменцияның 3-ші белгісі мотивацияның болмауы. Қазіргі таңда оны жиі апатия деп те атайды. Бұл мотивацияның жоғалып, өмір сүруге деген құлшынысын азаюын білдіреді. Апатия кезінде адам бір кездері жақсы көретін іс-әрекеттерді, соның ішінде хобби сияқты қуаныш алып келетін қызығушылықтарды енді орындағысы келмейді, немесе жаңа тапсырмалар орындауда қиналады. Бұл белгіде адам тек өзінен ғана емес, өзгелерден де қашады. Мысалы, жиналыстардан немесе отбасылық іс-шараларға ынтасы болмай, мейлінше аулақ болуға және де жалғыздықты көбірек қалауға тырысады. Мінез-құлықтың бұл өзгерісін депрессия деп қателе ойлауыңыз мүмкін. Бірақ деменцияның ерекшелігі депрессияға тән қайғы немесе эмоционалдық бұзылыс деменцияда болмайды. Деменцияның тағы бір белгісі бұлшықет әлсіздігі. Бұлшықет әлсіздігі тек физикалық проблема ғана емес, ол миға байланысты туындауы да әбден мүмкін. Бұл белгіге әлсіздік пен шаршау, қарапайым қозғалыстарды орындаудағы қиындықтар жатады. Мысалы, көйлек түймелерін түймелеу, тістерді тазалау, ыдыс-аяқты жуу кенеттен қиын көрініп, оларды орындауға адам ерінуі мүмкін. Сондай-ақ жиі құлау, тепе-теңдікті сақтай алмау және қозғалыс кезінде міндетті түрде бір нәрсеге тіреліп жүруге тәуелді болу осы белгіге кіреді. Деменциядан зардап шегетін адамдарға кеңістік дезориентация тән. Бұл адамның таныс жерлерде адасып қалуын білдіреді және деменцияның ерте кезеңдерінде жиі байқалатын белгі. Адам таныс ортада, мысалы өзі 10 жылдап тұрып жатқан ауданда адасып қалып жатады. Деменцияның бұл белгісінде кейбір адамдар өз үйінің қайда орналасқанын да ұмытып қалады. Ал енді бірі үйдің ішінде отырып, ас үйдің қайда екенін, немесе шығатын есіктің қайда екенін таба алмай, көзге оңай көрінетін үйдің ішінен де адасып жатады. Осылай кеңістік ортаны ойша картаға түсіру және оны есте сақтау қабілеті төмендейді. Бұл адамның
өздігінен қозғалу қабілетіне теріс әсер етеді. Ұйқы проблемасы да деменцияның ерте кезеңдеріне тән белгі. Түнде жиі ояну немесе күні бойы ұйқысы ашылмай маужырау ұйқының бұзылуы дегенді білдіреді. Ол әдеттегі ұйқы режимінен тыс орын алады. Күн бату синдромы деп аталатын немесе сандаунинг деп аталатын деменцияда термин бар. Бұл дегеніміз деменциямен ауыратын адамдарда күннің екінші жартысында әсіресе кешкісін көңіл күйі нашарлап, мазасыздық, шатасу, ашушаңдық немесе үрейленудің артуы. Себебі деменциямен ауырғанда ішкі биологиялық сағат бұзылады. Кешке қарай дене ұйқыға дайындалу керек екенін түсінбейді. Оның үстіне күндізгі жарықтан кешкі қараңғылыққа ауысуы көру қабілетінің нашарлауына әкеледі. Ал егер деменциядан зардап шеккен адам күндіз су ішуді немесе тамақтануды ұмытып кетсе, бұл да кешке қарай оның жағдайын ушықтыра түседі. Деменцияда қарапайым тапсырмаларды орындау қиынға соғады. Тамақ дайындау, төлемдерді төлеу немесе тұрмыстық техниканы пайдалану сияқты күнделікті әрекеттер күрделі және түсініксіз бола бастайды. Деменциямен ауыратын адам тіпті қай аяғымен қадам жасау керегінен де шатасуы мүмкін. Сондай-ақ қандай да бір қорытындыға келу оларға қиынға соғады. Не кию керек, немесе не жеу керек сияқты қарапайым таңдауда қиналып шешім қабылдай алмайды. Деменцияның тағы бір белгісі есте сақтау қабілетінің ушығуы. Яғни адам қарапайым сөздерді еске түсіре алмайды, күнді, айды немесе ағымдағы жылды шатастырады. Деменцияға ұшыраған науқастар туған күндер немесе кездесулер сияқты маңызды күндерді есте сақтауда қиналады. Уақыттың өтуі оларға бұрмаланған болып көрінеді. Яғни соңғы болған оқиғалар баяғыда болған деп саналады. Немесе керісінше бұрынғы болған оқиғаларды қазір орын алып жатыр деп есептейді. Бірнеше рет бір оқиғаны қайталап айтып береді. Бір сұрақты қысқа уақыт ішінде тіпті жауап алғаннан кейін де бірнеше рет қайталап қоя береді. Өйткені оны айтқаны немесе сұрағаны есінде қалмайды. Одан бөлек деменциямен ауыратын адамдар жиі галлюцинацияға ұшырайды. Жоқ нәрсені көріп, жоқ дауыстарды естиді. Ал деменция ушыққан адамдарда зәрді немесе нәжісті ұстай алмау жиі байқалады. Сондай-ақ деменцияның тағы бір симптомына заттарды орынсыз жерлерде орналастыру кіреді. Тоңазытқышқа кілттерді сақтап қою, қоқыс жәшігіне тамақ немесе киім салу сияқты мысалдарды жатқызуға болады. Деменцияның алдын алуға кепілдік берілмегенімен, белгілі бір өмір салты ережелерін сақтау мидың денсаулығына және оның өміршеңдігіне айтарлықтай үлес қосады. Бұл аурудың даму қаупін азайту үшін біз жасай алатын қадам, жоғарыда айтылған белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігерге қаралып ем алу. Ал когнитивті функциялар төмендемес үшін, деменциядан зардап шекпес үшін дұрыс тамақтану, жаттығу жасау, ақыл-ой белсенділігін арттыру және әлеуметтік байланыстарды нығайтуға кеңес береміз. Ақпарат пайдалы болса, қазақ тілді арнаны қолдау үшін жақындарыңызбен бөлісіп, пікір қалдыра кетіңіз. Күн сайын жарқын және сау болашаққа бірге қадам жасайық.